Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді және өте жұмсақ болып шығатын блинчиктер жасайтын боламыз. Ал жасауды бастайық. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа қажет, оның үстіне жарты чай қасық тұз, 2 чай қасық қант қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Оның үстіне 1 стакан сүт қосамыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Енді осының үстіне 1 стакан ұн қосамыз. Стаканның көлемі сүт құйған стаканның көлемімен бірдей болуы қажет, және де ұнның барлығын бірден қоса салмаймыз. Аз-аздан қосып және де араластыра отырып қосып отырамыз. Ұн қосқаннан кейін іртіктер пайда болуы мүмкін. Жақсылап араластырамыз, іртіктерін кетіруіміз қажет. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оның үстіне қайнап тұрған су 1 стакан қоямыз. Бұл стаканның да көлемі ұн және де сүт қосқан стаканның көлемімен бірдей болуы қажет. Қайнап тұрған суды да бірден құя салмаймыз, аз-аздан құя отырып және араластыра отырып қосамыз. Судың түсі кішкене сұрлап отыр, себебі сүт құйылған стаканның үстіне құя салған болатынмын. Енді осының үстіне 3 ас қасық сұйық май құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін блинді пісіретін қызып тұрған арнайы табада 2 бетін аудара отырып пісіріп шығамыз. Осы рецепт бойынша блинларыңыз осылай тесік-тесік және де жұп-жұқа, жұп-жұмсақ болып піседі. Жасап көріңіздер, және де сұрақтарыңыз болса, пікірге жаза кетсеңіздер болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Өте әдемі және де өте дәмді блинлар шығады. Алдағы уақытта басқа да көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Сол себепте менің каналыма тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар.